Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінен бөлек ұятшаң болған адамдарды да соншалықты жоғары сыйлаған. Бір күні Омар халифа айтып береді да, пайғамбарымыздың алдында отырғанбыз, пайғамбарымыз біздің алдында еркін еді дейді. Сол еркіндігінен күн ыстық, көйлегінің алдын кішкентай ағытып, жеңдерін былай ашып, етектерін ұзын көйлек, осындай ұзын көйлекке деген етектерін кішкентай кеңінен салып, бүйтіп аяғын ашып отырған екен. Қызметші айтты дейді, Оспан келе жатыр деп айтқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәл бір уақыт тұра тұрсыншы деп, қайтадан жиналып, шөкелеп отырып, киімдерін реттеп, үстінің бәрін тазалап, енді кірсін деп қабылдаған екен. Ол кісі кірген кезінде де өте сыпайылықпен амандасып, сол кісі кеткенше тіке отырып, ол кісіге сондай бір жұмсақ мәмілелік жасап, Оспан сахаба кеткеннен кейін сосын барып еркін отырыпты. Сөйтсе Омар сұрайды дейді, уа Расулалла, сізден бір өзгешелік байқадым. Иә деп айтты дейді. Осман кіріп келе жатқан кезде кірмей тұра тұр деп өзіңізді түзетіп алдыңыз, реттеп алдыңыз. Енді о кісі келгенде енді бір сондай бір жұмсақ отырдыңыз. Кеткенше сол кісі кеткесін барып былай еркін отырдыңыз. Бұнда не бар десе, бұл сахабадан періштелер ұялады деп. Мен неге ұялмаймын деген екен. Сонда әлгі сахаба соншалықты ұятшаң болған, ол кісіден періштелер ұялады екен. Ойласаңыз, пайғамбарымыздың мектебін көрген адамдар ғой. Періштелер ұялған. Сонда мен неге ұялмаймын деп, сонда ол кісінің алдында пайғамбарымыз да сондай бір жұмсақ, әлгі кісіге сондай алдына бүйтіп төселетіндей жұмсақ кісі болған екен. Сөйте тұра пайғамбарымыз 2 қызын берген ғой сол кісіге. Бір қызын береді, ол қызы дүние салып кетеді, содан кейін 2-ші қызын береді. Ол қызы да қайтыс болады. Сонда пайғамбарымыз басын шайқап, ей Осман дейді, менің тағы да бос бойдақ қызым болғанда саған беретін едім депті. Сондай жақсы көрген сахабасының бірі болған. Құрметті жақсылар, Алла тағала сіздерді шақырып осындай көркем жерге, киелі жерге алып келуді сіздерге нәсіп етті. Ендеше көркем мінезді, көркем сөзді болуға сіз бен біз міндеттіміз бе деп ойлаймын. Өйткені ертең елге барғанда жұрттар сізге зияратқа келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда сөз бар. Алла тағала қажының күнәсін кешіреді дейді. Және де қажының истиғфар айтқан адамының да күнәсін кешіреді дейді. Яғни бір қажы адам, ей Аллахым пәленшенің де күнәсін кешір десе, Алла ананың күнәсін, қажы кісінің күнәсін кешірген үшін сол кісі кешірім сұраған адамның да күнәсін кешіреді дейді. Алла тағаланың ұятшылдығын қараңыз, е. Сіздің үйіңізге бір қонақ келсе, екінші адамды сіз танымайсыз, ол қонақтың жанына еріп келген адам. Ол сіз қонаққа ғана бір дастархан жаймайсыз ғой, дұрыс па? Жандағы адам танымасаңыз да ол кісіні де сыйлап, егер қонағыңызға бір кәде ұсынсаңыз, киім берсеңіз, кісіге де бір нәрсе бересіз. Бұл біз бір пендеміз ғой. Алла тағала бізден де жоғары. Сондықтан қажылыққа бару бүкіл күнәнің кешірімі. 2 умраның арасында күнә қалмайды. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сапарға шығудан бұрын ағайын туыстарға айтады, аралап шығады екен да. Ал сапардан келсе, ағайындары оны келіп зиярат қылады екен. Осындай әдет болған. Себебі қажылық негізі тағы сол себептердің біреуі, қажыдан келген адамға үйіне барып дұға сұрау, бізге күнәміздің кешірімін сұрап беріңіз деу жақсы нәрсе екен. Ал одан да жақсы нәрсе, әлбетте, осында жүрген қажыларға бізге күнәміздің кешірімін сұрап берші деп айтқан жақсырақ болады. Өйткені тағы бір хадисте қажының дұғасы және сұраған кешірімі қабыл болады осы жерден кеткенге дейін деп айтады. Сіз осы жерден кеткенге дейін Алланың қонағысыз. Ал қонақ не сұраса егесі береді.
сіздің сұрағыңыз бекер қайтпайды. Бір ғалым айтқан екен, егер сұрағаның кешігіп жатса қуана бер депті. Сенің сұрағаныңнан да үлкен нәрсе келе жатқан шығар депті. Сондықтан құрметті жақсылар, көп-көп дұға қылыңыздар, көп-көп зікір етіңіздер. Осы жерде әрбір өткізген минуттарыңыз, секундтарыңыз қымбат екенін ұмытпаңыздар. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.